Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен өзіміздің әңгімені жалғастырайық, жігіттердің әңгімесін. Сонымен мендегі бар арсеналды таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Өткен жолы Glock 43X және Heritage тапаншаларымен таныстырған болатын. Бүгін бізде Canik тапаншасы, яғни бұл қалжыңдап көбіне кейде айтамыз, Джон Уиктің эпизодтардағы Джон Уиктің фильмде түскен тапаншаның бірі. Яғни бұны алу несі тарихы қалай болды? Heritage бен Canik тартып жүрген кезде қарап жүрдім, екеуі де менікі емес, былай айтқан кезде ұнамай жүрді да. Содан бір үлкен пистолет керек дедім. Сосын барып, өйткені отдачасы Glock'тікі тым қатты, қайтарымы револьвердікі 22-ші калибр болғандықтан тым жұмсақ, және андай бір қатты бір внушительный дейді ғой, серьезный вид бермейтін болғандықтан үлкендеу тапанша алғым келді. Сөйтіп негізінен Heckler & Koch VP9 ба бір VP9 деген версиясы бар. Сондай ма бір немесе Smith & Wesson ба қарайын деп барып, осы Canikке көзім түсті да, көзім түскен момент ғашық болдым. Кеттік. Так, сонымен ашып распаковка жасап көрсетейін, қандай неде келетін. Міне негізінде комплектациясы өте жоғары, спортивный пистолет болғандықтан өте бай келеді. Яғни мынау зарядник, оқтайтын, мынау қынабы, одан бөлек екі магазин, 18 оқтық екі магазин, родной өзінің. Сонымен қатар мына мануал, қалай қолдануға болатындығы. Одан бөлек бұл жерде extended, артқы нәрсесі саған томпақтау керек болатын болса үлкейтетін дүниесі. Мынау неге арналған, үстіне коллиматор қоятын болсаң, соған арналған настройкілері, және одан бөлек тазалайтын щетка дүниелері. Енді Canik'тің өзіне келейік. Бұл Canik дегенде бұрын соңды біздің аймақтың адамдары естімеген шығар, бұл түріктердің бренді. Яғни Түркияның жағына Америкамен бірлескен бренді. Century Arms Georgia дейді, яғни Georgia штатының несі, Georgia несінің жасалған, Түркиямен біріге отырып. Бұл соңғы жылдары өте қолайлы, өте сенімді тапанша жасаудан әлемнің алпауыт брендтерінің алдына шығып кеткен, былай айтқан кезде, компания. Бұл нарықта қатты естіліп жүр, себебі бұлар негізгі формуланы тапты, яғни спорттық сипаттаманы қолжетімді бағада ұсынады. Яғни көп адам алғаш рет қолына алған кезде мынандай шүріппе, мынандай бағада болмау керек деп сразу түсінеді. Себебі бұл доступный, өте қолайлы бағада, осындай мықты спорттық инженерлік тұрғыда жетілген, маркетингі өте жоғары, өте мықты тапанша жасап шығарып бастады. Бұның негізінде Canik'тің TTI Combat деген өте үлкен несі бар, тюнинговый компания бар, жалпы Америкада. Бұл бүкіл топовый фильмдердің барлығына бірдей не шығаратын, қару предоставить ететін өте мықты инженерлік тюнингтік компания. Джон Уиктің тағы түгел мықты әлемдік сагалардың барлығында қару беретін. Сол TTI Combat'тың негізгі өнімдерінің бірі осы Glock'ты алады, яғни екінші Canik'ты алады. Осы екеуін жетілдіріп, осы екеуін айтқан кезде тюнинговать етеді. Біздің тілмен айтқан кезде, жігіттердің тілмен айтқан кезде, Mercedes'тің AMG, BMW-ның Brabus деген сияқты TTI Combat деген ең атақты, айтқан кезде тюнингованный тюнинг жасайтын лабораториясы. Сол жұмыс жасайтын бірден-бір брендтің бірі осы Canik. Canik'тің бұл TP9 SFX версиясы, яғни бұл спорттық пистолет. Бұның ерекшелігі ұзын слайд, яғни 5 инч деп аталады. 5.2 мұнаның ұзындығы, көздеу сызығы толық өлшемді рамка. Бұл не береді? Бұл дәлдік, қайтарымды басқару, яғни recoil дейді, жаңағы отдачасы өте төмен, тирда ұзақ жұмыс жасауға өте қолайлы. Ұзын слайд нысананы бақылауды жеңілдетіп, қателікті, аз қателік жасауға мүмкіндік береді. Бұл модель, бірақ бір ескеретіндігі, бұл модель жасырын алып жүруге арналмаған. Яғни мынау қынына салып, бұл ашық түрде түрін көріп тұрсаңыздар, егер concealed weapon жасырын алып жүруге арналған қындар болатын болса, ол керісінше былай икемделіп, ышқырға салу үшін икемделіп тұрады. Мынау сырттан алып жүруге жасалған қару. Яғни бұл спорттық
біздің IPSC деген секілді федерациялардың жарыстарына қатысуға және көптеген жаңағы кеше ғана SWAT челлендж сияқты өтіп отыр Дубайда, сондай сияқты жарыстарға қатысуға арналған тапаншаның бір түрі. TP9 SFX, яғни каник, қолда спорттық сезім береді, яғни мына қолға ұстайтын рукояткасы дейді ғой, енді тұтқасы агрессивті емес, сенімді ұсталады, өте уверенно, салмағы жеткілікті, бірақ ауыр емес. Көптеген айтқан кезде Кольт сияқты, Кимбер сияқты пистолеттермен салыстырған кезде, олармен салыстырғанда өте жеңіл, бірақ баланс слайдтың ұзындығына қарамастан өте тұрақты. Ату кезінде бұл алға артқа емес, жоғары төмен минималды қозғалады. Бұл спорттық қарулар үшін өте маңызды. Бір нәрсе анық, бұны қанша ұзақ ұстасаң да қолың шаршамайды. Бұны мен өзім анық көргенмін. Тирдан 2-3 сағат атып тоқтамастан ешқандай бір осечка дейді ғой, қателік беріп атпай қалып деген секілді жағдай болған емес. Бұның және ең көп айтылатын каник деген кезде сөзге көп ілінетіні бұл мынау шүріппесі. Бұл жүрісі қысқа, үзілу жағынан анық, қысқа дейді. Бұл айтқан кезде стенкасы дейді, қабырға сезіледі, одан кейін бірден жаңағы оқшантай оқты іске қосады да ары қарай шүріппені басады. Бұл спортшыларға ұнайды. Бұл жақсы шүріппе артықшылық емес, бұл дәлдіктің негізгі кепілі. Так, енді каник туралы айтқан кезде бұл туралы пікір екіге бөлінеді. Біреулер өте жақсы дейді, біреулер арзан бренд дейді. Шындығы қайда? Шындық қолдану негізінде, контекстінде. Бұл модель тирда, жаттығуда, спортта өзін жақсы көрсетеді. Ол дәл осы мақсатқа арналған. Бірақ өзінің аналогтарымен салыстырған кезде бағасы 3 есе арзан, ал тиімділігі, дәлдігі олардан артық болмаса ешқандай кем емес. Аналогтардың ішінде мысалы CZ Shadow 2 деген секілді модельдермен салыстырған кезде мен оларды да алып атып көрдім, салыстырып, сонан кейін ғана осы каникке тоқталған себебім тек қана баға тиімділігі ғана емес, қолға тиімді, өте дәл жататын болғандықтан. Кімдерге арналған дейтін болса, бұл тирға жиі баратын адамдарға, жаңағы спорттық ату спортымен айналысқысы келетін адамдарға, дәлдік пен жылдамдықты жақсы көретіндерге, спорттық мінез дейтіндерге, және бұл арналған. Ал кімдерге арналмаған дейтін болса, минимализм философиясын ұнататындарға, сосын жеңіл, ықшам, жаңағы EDC дейді, concealed weapon, бұл айтқан кезде жасырын ұстауға арналған қысқа тапанша іздегендерге арналмаған. Себебі бұл өте қолайлы тұсы, тюнингке өте қолайлы. Мына жерге фонарик қойып, менде фонаригімен бар, просто осы жерге алып тастап келдім, стоковый версиясы. Одан кейін мында коллиматор қойып пайдаланса, өте грозный, өте әдемі көрінеді. Қорыта келген кезде, каник бұл мінезі бар тапанша. Яғни ұстаған кезде де, сырт келбеті де, орысша айтқан кезде, қазіргі заманауи тілмен айтқан кезде өте достойный тапанша. Сол себепті спорттық атумен айналысатындар үшін және үйде бір ұзын ұңғылы тапанша болуды қалайтындар болатын болса, міндетті түрде каник TP9 SFX осы версиясын ұсынамын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнамызға жазылып қойыңыздар. Қазақша контентті қолдайық, өз араларыңызда бөлісіп қойыңыздар. Мүмкін болғанша әрі қарай біз тек қана өзіміздің арсеналымызда бар дүниені ғана емес, өзге де мықты сіздер сұраған қаруларды талқылайтын боламыз. Қандай қаруларға талдау жасағанды қалайтын болсаңыздар, оның астына пікір ретінде қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде біз ол қаруға обзор жасайтын боламыз. Рахмет, сау болыңыздар.